Нади ұсынады. Үйдегі қабалас. Күндердің бір күнінде саяхатшы Джек болады. Ол осындай керемет атты машинамен саяхаттап жүреді. Түннің бір уағында қатты қысылған соң бұрышқа тоқтап дәрет сындыруды жөн көреді. Дәрет сындырып болған соң машинасына қарай отырады. Оған тез арада квартира керек еді. Сағат түнгі 11:30. Жол бойында Антония атты бір жігіт тұр екен. Ол Антонияға барып, Джек Антонияға барып амандасып, одан үй сұрайды. Сол кезде Антония: маған дұрыс келдің. Менің осындай керемет квартирам бар еді. Бірақ ол үйде ешкім жоқ деп қатты дауыспен айтады. Содан соң ол жол көрсетуді жөн көріп, машинаның ішіне отырады. Ол жаңағы маңайға жақын екен. Осындай қараңғы, терезесі бытыраңқы үйге әкелген соң Джек бір түрлі кейіп танытады, бірақ оны білдіртпейді. Содан соң ол бөлме таңдауды кіріседі. Джекке арнайы бірінші қатардағы осындай құтағандай бөлмені бұйырады. Джек осыған көніп, шүкіршілік танытып, киініп ұйықтайды. Джек түнде ұйықтап шығып, таңертең шошынып оянады. Содан соң оның ішкі түйсігінде мен қайдамын? Бұл үйде кім тұрады деген сұрақ мазалайды. Содан соң ол бірінші қабатта және екінші қабаттағы бөлмелерді аралайды. Бір кезде Джек терезе алдындағы Антонияны көріп қалады. Антония өзімен өзі машина ішіндегі адамға бір түрлі қылықтарды көрсетуде. Джек бұны тығылып қарап, қатты қорқытады. Қатты қорыққан соң Джек тез арада төменге түсіп, өзінің сөмке ішіндегі қаруын алады. Содан соң оны сыртынан бақылайды. Саяхатшы Джек анықтап болған соң аула ішіндегі молаларды көріп таңғалды. Түнде бұл молаларды байқамағандықтан Джек іштей мен қандай қателік жасадым деп қорқып кеткен болатын. Осылай көптеген молаларды көріп Джек шок болды. Не істерін білмеді. Осылайша әр моланы аралап жүрген кезде осындай бір моланы көреді. Осы моланы қарап тұрған кезде артынан жаңағы Антония келіп қалады. Қорыққаннан Джек мылтығын ала тұрып, тұр орныңнан, қозғалма, тапжылма деп
бұйрық береді. Содан соң жаңағы қалған Антония бастайды. Сол кезде Джек пистолетіне бір оқ атып Антонияны қорқытпақшы болады. Содан соң Антонияны алдыға жүргізіп үйге қарай кіргізеді. Яғни ең басты сұрақ бұл қай жер деген сұрақты сұрау басталған еді. Содан соң барлық сұрақты жаудыра бастайды. Антония тізерлеп отырып кешірім сұрайды. Мені атпашы, барлығын айтып берем дейді. Тез айт, барлығын, мән-жайын барлығын айт дейді. Содан соң артына қараған сәтте жаңағы Антонияны таба алмады. Былай қарады, былай қарады. Қорққан соң жаңағы машинаны айдап, бұл жерден тайып тұрады. Бір-екі күн өткен соң Джек өзіне оралып, полиция бөлімшесіне айтуға кірісті. Осы кезде кезекшілікте полиция қызметкері Артур екен. Джек Артурға барлық мән-жайды түсіндіруге тырысты. Амандасып, жаңағы мәліметтерді барлығын айтып берген болатын. Содан соң Артур өз командасын жинап, машинасымен бірге осы УАЗға отырып қылмыс болған жерге барған болатын. Жаңағы квартираға екеуі де келіп жетті. Көліктен түсіп, Джек Артурға, «Иә, осы үй, мен кеше осы үйге қонған болатын» деп мәлімдеме жасаған болатын. Содан соң екеуі үйге кіреді. Артур әрбір жердегі тапқан айғақтарды өзіне қоса алып жүрді. Өйткені оған сараптама жасату керек еді. Содан соң екеуі әр бөлмені кіріп, іздеп, жаңағы тұтқынды аралап, іздеп жүрген болатын. Полиция қызметкері Артур ештеңе таппаған соң Джекке арнайы өзіне мылтық ұсынған болатын. Және де сен осы үйге тағы бір күн қон. Нағыз бірдеңе болып жатса, осы мылтықпен қорқытарсың деп, оған мылтық тастап кеткен болатын. Джек содан соң Артурмен де қоштасады. Артурды шығарып болған соң үйге барып, жаңағы мылтықты тексеріп, кешкі түнге дайындалады. Тағы да кеш батты. Осы кезде аула ішіндегі тықырлаған дауысты естіген соң бірден тұрады. Джек қорыққаннан мылтығын ұстап, тып-тыныш, ешқандай дауыс шығармай сыртқа шығады. Сырт ішінде жаңағы моланың қасында бір сұмдық жағдайды байқайды. Өйткені бір түрі жаман шал бұл моланың қасына келіп тұрады. Осы кезде Джек қорққаннан «Тоқта!» деп айқайлайды. Әлгі шал Джекке амандасады. Содан соң әлгі шал «Балам, мені атпа, мен саған
бірдеңе айтып берейін дейді. Әлгі шалдың айтуы бойынша бұл соның үйі екен. Бірақ та жасы келген қарияның үйін Антония тартып алған екен. Шалдың 2 баласын да сол Антония атты қанішер өлтірген екен. Және бұл үйдің ішінен көптеген өліктер пайда болған. Сондықтан бұл үйде елестер бар деп айтқан болатын. Таңғы 6 шамасында полиция қызметкерлері де бұл үйге келеді. Яғни бұл қаладан келген арнайы полициялар екен. Бұл қылмыстың ашылмауына көп жыл болған соң арнайы шақыртылған жұмысшылардың бірі. Осыдан соң қаланың полиция қызметкерлері бұл екеуіне мадақ айтады. Бар алғысын білдіреді. Бірақ та Джек түсінбей, неге бізге рахмет айтып жатырсыздар дейді. Сол кезде Артур, сіздерге көп рахмет, сіздер болмасаңыздар бұл қылмыстың беті ашылмас еді дейді. Содан кейін Джек әлгі Артур берген 2 автоматты өздеріне тапсырады. Содан соң оқасы жоқ, мен де сіздерге көмектесемін деп үйіне қарай жол тартты. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Мәди достар. Біздің бүгінгі ужастик кино осындай болды. Енді сіздерге біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды. Сондықтан сіздермен кешірім сұраймын. Енді бұл кино біздің еңбекті бағалаңыздар. Өйткені бұндай киноны түсіру үшін біздің неше 10 каткадай түсіріп жатып қиыншылық соқты. Осы киноға атсалысқан менің достарыма көп алғысымды айтамын. Енді осындай еңбекті бағалап сіздерден көп ілтипаттарыңызды, лайктарыңызды күтемін. Достар, бұйыртса Тимурдың оқиғасының 2 бөлімін шығарам. Сондықтан активисті болайық. Енді сіздермен болған Мәди, аманшылықта жүздескенше. Сау.